Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен сұлы печеньесінің ең оңай рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Сұлы печеньесіне бізге жұмыртқа, сұлы ұны, сапасы жоғары сары май, қант және қаймақ қажет. Жеке ыдысымызға қант пен жұмыртқамызды салып, қол венчигімен араластырып аламыз. Бұл жерде көпіртудің қажеті жоқ, жұмыртқаны тек қантымыз араласқанша араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне қаймағымызды саламыз, ерітілген сары майымызды қосамыз, ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды және дәм беру үшін корица қоссаңыздар болады. Дәл осы кезде. Корица қоспасаңыздар да болады, бірақ корица ерекше дәм беріп тұрады. Енді қолымызбен жақсылап тұрып, немесе лопатканың көмегімен бір келкі масса болғанша қамыр илеп аламыз. Мінекей осымен қамырымыз дайын болды. Енді печеньеларымызды жасайық. Қасықтың көмегімен немесе қолымызбен грек жаңғағынан сәл үлкендеу етіп қамырды алып, екі қолдың ортасында домалата отырып, пергамент төселген противеннің үстіне орналастырамыз. Печеньеларымызды домалатқаннан кейін сәл үстінен басып, яғни екі алақанның ортасында сәл басып, печеньяның қалпына келтіреміз. Печеньеларды бір-бірінен сәл алшақтау етіп орналастырамыз, себебі пеште піскен кезде олар сәл көтерілуі мүмкін. Енді осы дайын болған печеньеларымызды 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15-20 минут пісіріп аламыз. Яғни сәл қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Мінекей печеньеларымыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар, піскен кезде сәл жарылып піседі. Ол өте сондай әдемілік береді. Осымен печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.